Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Эльнора. Бүгін сіздермен дәмітті үйретін гречка тағамын дайындаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен бір дана сәбіз, бір дана пияз және де ет қажет болады. Еттерімізді дәл осылай видеодағыдай жақсылап кесіп аламыз. Міне, дәл осылай болу қажет, дәл осылай қылып еттерімізді кесіп дайындап аламыз. Одан кейін сәбіздерімізді осылай видеодағыдай ұзынша қылып кесіп аламыз. Одан кейін қызып тұрған қазанымызға осылай пиязымызды салып қыздырамыз. Пиязымызды қыздырып болған соң артынша етімізді саламыз. Етімізді де жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін бізге гречка қажет болады. Гречканы осылай жақсылап жуып дайындап аламыз. Одан кейін етімізді қуырып болғаннан кейін артынша сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді де жақсылап қуырамыз. Одан кейін бір қасық томат пастасын саламыз. Және дәміне қарай тұзын саламыз. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін су құямыз. Одан кейін суы қайнаған соң үстінен гречканы саламыз. 15-20 минуттан кейін тамағымыз дайын болады. Міне біздің дәмітті үйретін гречка тағамымыз дайын. Егер де видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруларыңызды сұраймын.